Соғыс өрт сияқты ауық-ауық лапылдап жанады. Ресей Қазақстанды қосып алуға қатты күш салады. Сөйтіп, кеңес үкіметі билігі қайта жанданады. Баяғы КСРО сияқты ғой, бірақ құрылымы сәл басқашалау болады. Қазақстанды табиғи дағдарыс күтіп тұр. Егер қазір басшылар Ресеймен саясат мәселесінде дұрыс шешім қабылдамаса, Украинадағы соғыстың екінші толқыны Қазақстанда болуы ықтимал. Әйгілі балгер Кажет Ахметжанова үлкен болжам жасады. Балгер 16 одақтас республиканың 9-ы қайта біргеді дейді. Мәскеуде тұратын белгілі қазақстандық балгер Кажет Ахметжанова бұған дейінде Неге Кезет порталына 2 мәрте арнайы сұхбат беріп, болашаққа деген болжамын жасаған еді. Осы жолы балгер Ресей мен Украина арасындағы соғыстың қашан аяқталатынын және Қазақстанның болашағы жайында өз ойын айтты. Соғыс өрт сияқты ауық-ауық лапылдап жанады. Көріпкел ретінде айтсам, Ресей мен Украина арасындағы соғыс әлі де 3 жылға созылады. Әзірше бітпейді. Соғыс өрт сияқты лапылдап жанады, қайта басылады. Осылай ауық-ауық қайталана береді. Бұл кәдімгі от сияқты ғой. Жанады, аздап басылады да қайта күшіне мінеді. Екі елдің қарым-қатынасы қиын болады. Қазір Ресейдің ақпарат құралдарында Одессаны аламыз, тағы бір 2 қаланы басып аламыз деп шулап жатыр. Қазақстаннан да, Ресейден де кәсіби мамандар кетіп жатыр. Кеңес одағы кезінде әскери стратегияны жан-жақты білетін мамандар болған. Қазір осындай кәсібилер жоқ. Сондықтан бұл соғыс кем дегенде 3-4 жылға дейін созылады. Ресей Қазақстанды қосып алуға қатты күш салады. Екіншіден, Қазақстанның болашағы өзгереді. Сингапур мемлекет сияқты көтеріледі. Бірақ оған дейін Ресей қайтадан кеңес одағын құрысы келеді. Яғни 16 республиканың 9-ы қайта қосылады. Ресей Қазақстанды қосып алуға қатты күш салады. Мұның экономикалық жағынан қалай боларын білмеймін. Бірақ 9 республика қайта біргеді. Бұлар Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Ресей, қысқасы Орталық Азия мемлекеттері 2028-2030 жылы қайта қосылатын шешімге келеді. Сөйтіп, кеңес үкіметі билігі қайта жанданады. Баяғы КСРО сияқты ғой, бірақ құрылымы сәл басқашалау болады. Одан кейін Қазақстанның экономикасы Сингапур мемлекет сияқты көтеріледі. Бірақ дәл солай даму үшін халықты сапалы біліммен қамтамасыз ету керек. Жастарды білім мен ғылымға бағыттау қажет. 2028 жылы Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде 3-4 орында болады. Жаңа қалалар, жаңа зауыттар салынады, жаңа шешімдер қабылданады. Қазақстанды табиғи дағдарыс күтіп тұр. Бір өкініштісі, Қазақстанда экономикалық дағдарыстан кейін 2 жерде табиғи дағдарыс болады. Яғни, су арналарының ластануы белең алады. Алайда, елде инвестициялық компаниялар жұмыс істеп, мұнай жағдайы шешіле бастайды. Алдағы 7 жылдың ішінде Қазақстанның әлеуеті жақсарайын деп тұр. Егер қазір басшылар Ресеймен саясат мәселесінде дұрыс шешім қабылдамаса, Украинадағы соғыстың екінші толқыны Қазақстанда болуы ықтимал. Ресей ол кезде Қазақстанның солтүстік және батыс өңірдегі қалаларды аламыз деп соғыс ашуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі билік соғыс өртін тұтатып жіберу мүмкін, түрлі араңдатуларға жол бермеу керек. Тағы бір айта кетерлігі, Қасым-Жомарт Тоқаев тағы бір мерзімге президент болып сайланады және Қазақстан үшін жайлы басшы болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.